Сәлеметсіздер ме? Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы. Қазақстан тарихы пәнінен 10-шы дәріс. Тақырыбы кеңестік кезеңдегі Қазақстан. Дайындаған жалпы білім беретін пәндер кафедрасының оқытушысы Дүйсенбекова Жібек Серікболовна. Дәрістің жоспары. 3 сұрақты қарастыратын боламыз. Бірінші сұрағымыз. Түркістан автономиясы үкіметін қалыптастыру. Екінші сұрақ. Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрамындағы қазақ жерлерін біріктіру. Үшінші сұрақ. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат. Қазақстандағы азамат соғысының ошақтары. Енді азамат соғысы дегенге тоқтала кетейік. Азамат соғысы дегеніміз мемлекет ішінде билік үшін сол ел азаматтарының өзара соғысын айтамыз. Азамат соғысының ошақтары. Чехословак корпусының бүлігі 1918 жылы мамырда. Қалалары Петропавл, Ақмола, Қостанай, Семей. Атаман Дутов қазақтары Қазақстанды Ресейден бөліп тастады. Жетісу қазақтары. Сібірден адмирал Колчак 2 бағытта Ресейге және Жетісуға шабуылдады. Иран жерінен ағылшындар қаупі болды. Алашорда үкіметі Дутовпен кейін Колчакпен келісімге келді. Келесі слайдымызда жаңағы Қазақстандағы азамат соғысының ошақтары карта түрінде көрсетілген. Әскери коммунизм саясаты. Әскери коммунизм саясаты 1918-1921 жылдары азамат соғысы кезіндегі Кеңес одағының ішкі саясатының аты. Азамат соғысы жылдарындағы қалыптасқан қиындықтармен байланысты Кеңес үкіметі 1918 жылдың орта кезінде елдегі барлық материалдық ресурстар мен адам күштерін барынша жұмылдыру, қалаларды, өнеркәсіп жұмысшыларын, қызыл армияны азық-түлікпен қамтамасыз ету, қару-жарақпен қамтамасыз ету үшін елде қатал еңбек тәртібін орнатты. Әскери коммунизм саясаты бойынша елде жаппай еңбек ету міндеттілігі талап етілді. Мына слайд бойынша әскери коммунизм саясаты 7 бөліктен тұрады. Әрқайсысынан тоқтала кетейік. Бірінші бөлігі азық-түлік салғырты енгізілді. Екінші, жеке саудаға тыйым салынды. Үшінші, азық-түлік теңгерме ұстанымы бойынша бөлінді. Төртінші, ірі, орта және ұсақ өнеркәсіптер мемлекет меншігіне көшірілді. Бесінші, жалпыға бірдей еңбек міндеттілігі енгізілді. Алтыншы, басқару ісі орталықтандырылды. Жетінші, коммуналдық жол қатынасы қызметі тегін болды. Кеңестер билігі. Жетісу, Сырдария, Торғай, Бөкей ордасы Ақтөбе жерінде қалды. Шығыс және Ақтөбе майданы құрылды. 1918 жылы 29 мамырда әскери мобилизация болды. Қызыл әскер бөлімдерін құру жүрді. Бөкей ордасы, Жетісу, Семей тағы басқа жерлерде. Әліби Жангелдин экспедициясы. Маңғыстау, Шалқар. Нәтижелері. 1919 жылы Шығыс майданында Колчак әскері жеңілді. 1920 жылы Жетісу майданы жойылды. Экономика мен халық шаруашылығы құлдырады. Демографиялық жағдайға келсек, 8 миллион адам қаза тапты. 1921-22 жылдары ашаршылық болды. Халыққа ақтар тарапынан көрсетілген зорлық күшейді. Нәтижесінде халық кеңестер билігіне бет бұрды.
1919 жылы 10 шілдеде Халық комиссарлар кеңесі Қырғыз-Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құру туралы декрет қабылдады. Казыревком міндеттері: контрреволюция мен интервенцияға қарсы күресу, өлкеде мемлекеттік шаруашылық мәдени құрылыс орнату, өлке кеңестерінің құрылтай съезін әзірлеу. 1920 жылы 9 наурызда Алашорданы тарату туралы Казыревком шешім қабылданды. Казыревком мәдени құрылыста біршама жұмыстар атқарды. Ұшқын газетін шығарды. Қалаларда мұғалімдер даярлайтын мектептер жұмыс істеді. Қазақ жерлерін біріктіру жөнінде жұмыстар атқарылды. Түркістан автономиясы. Мына слайдта басшылары, туы, құрылған жылдары, территориясы барлығы көрсетілген. Түркістан автономиялы республикасы 1917 жылы 28 қарашада құрылды. Мемлекеттік құрылымы ресми. Қолданған тілдері қазақша, қырғызша, өзбекше, орысша. Елордасы Ташкент. Ірі қалалары Ташкент, Түркістан. Үкімет түрі автономиялы республика болды. Үкімет басшысы Мұхамеджан Тынышпаев. Премьер-министрі Мұстафа Шоқай. Мемлекеттік діні ислам. Мұстафа Шоқай 1890 жылы 25 желтоқсанда Сырдария губерниясы Ақмешіт уезі Нұршоқы деген жерде дүниеге келген. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Түркістан автономиясының жетекшісі. Мұстафа Шоқай ауыл молдасынан хат танығаннан кейін 1902 жылы Ташкенттегі ерлер гимназиясына оқуға қабылданады. 1912 жылы Санкт-Петербург императорлық университетінің заң факультетін бітірген. Мұстафа Шоқай ағылшын, француз, түрік, өзбек, орыс тілдерін білген. Студенттік жылдары империя астанасындағы демократиялық қозғалыстарға қатысады. Түркия арқылы алғаш Германияға, сонан соң Францияға барып орнығады. Эмиграцияда Жаңа Түркістан, Жас Түркістан журналдарын шығарып, кеңестің озбыр саясаты туралы зерттеулер жазады. Қайраткер 1941 жылы 27 желтоқсанда Берлинде жұмбақ жағдайда қайтыс болады. Келесі слайдта Түркістан автономиясының туы көрсетілген. Кешіріңіздер. 1920 жылы 26 тамызда Қырғыз-Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасын құру туралы декрет жарияланды. Орынбор қаласы астанасы болды. 1920-1924 жылдары. Территориясы: Семей, Ақмола, Торғай, Орал облыстары, Маңғышлақ уезі, Красноводск уезінің бір бөлігі, Астрахан губерниясының бір бөлігі. Жетісу мен Сырдария облыстары 1918 жылы Түркістан автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрамына енгізілген болатын. Халқы 5 миллионға жуық адам болды. 1920 жылы 4 қазанда Орынбор қаласында Қазақ АКСР кеңестерінің съезі өтті. Мұнда жоғарғы өкімет органдары сайланды. Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы Сейтқали Мендешев, халық комиссарлар кеңесінің төрағасы
Виктор Алексеевич Радус-Зинкович болды. Съезде Қазақ АКСР еңбекшілері құқықтарының декларациясы қабылданды. Жаңа үкіметтің шаралары. 6 мәселеге тоқталып өтеміз. Біріншісі, жаңа экономикалық саясат. Екінші, 1921-22 жылдардағы аштық салдарымен күрес. Үшінші, жер су реформаларын жүзеге асыру. Төртінші, қазақ жерлерін біріктіріп, территориясын айқындау. Бесінші, саяси насихаттар жүргізу және ескілікпен күрес. Алтыншы, сауатсыздықпен күрес. Жаңағы бірінші мәселеміз жаңа экономикалық саясат. 1921 жылы бүкіл одақтық коммунистік большевиктер партиясының 10-шы съезі. Салғыртты салықпен ауыстыру, сауда еркіндігі, жерді және ұсақ кәсіпорындарды жалға, ал ірі кәсіпорындарды концессияға беру. Еңбек міндеттілігінің жалдамалы жұмыспен ауыстырылуы. Нәтижесінде егіс көлемі ұлғайды, мал шаруашылығы қарқынды дамыды, өнеркәсіп орындары көбейді, жәрмеңкелік сауда қалпына келтірілді, кооперативтік шаруашылықтар құрылды. Екінші, 1921-22 жылдардағы аштық және оның зардаптарымен күрес. Себептері: қуаңшылық, азық-түлік салғырты, ашығушылар саны 1921 жылы 1,5 миллион, 1922 жылы 2,3 миллион адамға жетті. Салдарын жою: егін шықпаған аудандарға тегін дән беру. Нақты ет салығы туралы декрет. Ауыл шаруашылық машиналарын алуға қаржы бөлу. Мал сатып алуға ақша беру. Түркістан өлкесінің көмегі. Балалар үйлері мен балалар баспанасын ұйымдастыру. Арал балықшыларының Еділ бойына 14 вагон балық жіберуі. Жер су реформалары. Жер мәселесіндегі патша үкіметінің отаршылдық саясатының зардаптарын жою. 1921 жылы сәуірде бұрынғы Сібір және Орал қазақ әскерлеріне берілген жерді қазақтарға қайтару туралы декрет. Ертіс өңірінен 177 мың десятина жер қайтарылды. Оралдың сол жақ жағалауынан 208 мың десятина жер қазақтарға берілді. 1921 жылы Жетісуда жер су реформасы жүргізілді. Нәтижесінде қырғыз, қазақ, ұйғыр еңбекшілеріне 460 мың десятина жер қайтарылды. Сонымен бірге, Жетісу мен оңтүстік Қазақстанның қазақ және орыс халқына жер беру үшін көлемі 1 миллион десятинадан астам жер қоры құрылды. 1921-1922 жылдары аграрлық қайта құрулар нәтижесінде 300 мың адам Қытайдан Қазақстанға оралды. Келесі, қазақ жерлерін біріктіру. Территориялық таластар. Сібір жеріндегі облыстар Ақмола, Семей 5 рет талқыланып, қазақ зиялылары Владимир Ильич Ленинмен кездесіп дәлелдеп шықты. Орынбор территориясы 1924 жылға дейін Ресей құрамында болды. Закаспий және Кавказға қараған жерлер Маңғыстау территориясы. Сырдария және Жетісу облыстары Түркістан АКСР. Қазақ АКСР құрамына енгізілген аймақтар. Семей облысы, Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан,
Қарқаралы уездері. Ақмола облысына Атбасар, Ақмола, Көкшетау, Петропавл уездері және Омбы уезінің бір бөлігі. Торғай облысына Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Торғай уездері. Орал облысына Орал, Ілбішін, Темір, Атырау уездері, Маңғыстау уезі. Закаспий облысы Красноводск уезінен 4,5 адай облыстары, Астрахан облысының бір бөлігі. Бөкей Ордасы және Каспий теңізі жағындағы болыстар. Ал 1924 жылы Орта Азияны межелеуден соң Сырдария облысының Қазалы, Ақмешіт, Түркістан, Шымкент уездері, Әулиеата уезінің көп бөлігі, Ташкент, Мырзашөл уездерінің көп бөлігі, Жетісу облысының Алматы, Жаркент, Лепсі, Қапал уездері Қазақстанға қарады. Бір 1928 жылы республикада жаңадан аудандастыру жүзеге асырылды. Республика 5 буынды жүйеге: ауыл, село, болыс, уезд, округ, орталық басқару жүйесіне көшірілді. Республика бір автономиялы облысқа, 13 округ, 192 ауданға бөлінді. Жаңадан аудандастырудың маңызы: кеңес аппаратының халық бұқарасына жақындай түсуіне, халықты кеңестік құрылысқа тартуға көмектесті. Ұлтшылдық егестерді тоқтатты. Рулық ауылдарды жойып, шаруашылық территориялық кеңестер құру қажеттігін көрсетті. 1929 жылы Қазақ АКСР-ның астанасы Қызылордадан Алматы қаласына көшірілді. Жаңа саяси өзгерістер. Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясы енді бүкіл ресейлік коммунистік партиясы деп аталды. Қазақстанда партия мүшелерінің санын көбейту. Бүкіл ресейлік коммунистік жастар одағы мүшелерін көбейту. Комсомол деп те атаған. Мұратбаев, Төлегенов, Тәштитов тағы басқалары. Кәсіп одақтар құрылды. Әйелдер қозғалысы. Мұнда Құлжанова, Оразбаева, Иманбаева, Есова. Қызыл отаулар ұйымдастыру. Кеңестендіру мен сауаттандыру. Мәдени құрылыстың міндеттері: сауат ашу және саяси білім тарату шараларын жүзеге асыру. Қазақстандағы оқу-ағарту мекемелерін бір жүйеге келтіру. Оқуды бірыңғай оқу бағдарламасымен жүргізу. Қазақстанда орта арнаулы және жоғарғы білім жүйесін құру. Өлкеде өнердің жаңа түрлерін: музыка, театр, кино, бейнелеу өнерін, тағы басқаларын қалыптастыру. Қазақстанда ғылымды дамыту үшін ғылыми мекемелер жүйесін құру. Жергілікті халықтың қоғамдық және жеке өмірдегі рулық және діни наным сенімдерін жойып, кеңес адамының жаңа өмір салтын енгізу. Социалистік қоғам құру міндеттерін шешу үшін ұлттық кадрларды даярлау. Алаш зиялыларын осы құрылысқа тартуға мәжбүр болды. Осылайша қорытындылай келсек, қазақ жерлерінде кеңестік құрылыс орнығып, бұқара еңбекшілер мүддесін қорғайтын саясат жүзеге асырыла бастады.
Ұлттық кадрлар жетіспегендіктен орталықтан мамандар жіберілді. Бірақ оны жүзеге асырушылар көп ретте өлкенің ұлттық шаруашылық, әлеуметтік, мәдени ерекшеліктерін түсіне алмады. Нәтижесінде асыра сілтеу саясаты орныға бастады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Қалған уақытта семинар сабағында тоқталып өтетін боламыз.